Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай барлықтарыңызға дұғай сәлем. Енді бүгінгі сабағымыз жалпы ақыл бөлімде оқитын студенттер үшін грантқа ауысудың ең тиімді әрі тез болатын жолдарын түсіндіріп өтетін боламын. Мұқият тыңдап, соңына дейін қарасаңыздар. Жалпы бізде өте көп ақылыда оқитын студенттердің саны. Жыл сайын мемлекет максимум гранттар бөліп жатыр, бірақ соның өзінде ақылыда оқитындардың саны олар азаяр емес. Неге? Себебі өзінің сүйікті мамандығына бөлінген гранттардың саны аз болуы мүмкін, мүлдем даже бөлінбеуі де мүмкін. Кейбір мамандықтарға гранттар бөлінбейді, білесіздер, стоматология деген сияқты. Немесе өзінің таңдаған мамандығының және таңдаған университетінің шекті балы, проходной балл дейміз ғой, жоғары болып кеткендіктен, оған балл жетпегендіктен осылай ақылыда оқып жатқандар бар. Бірақ біз бұнымен тоқтамаймыз. Сіз бірінші курста оқып жүріп те, бірінші курстың бірінші семестрінен кейін сіз ақылы бөлімнен грантқа ауысуға өтініш бере аласыз. Яғни бізде босап жатқан гранттар болады, оны біз вакантты гранттар деп айтамыз. Сол бойынша енді бұл жерде гранттың қандай себептен босайтынына мен тоқталып өткім келеді. Жалпы негізі бізде грант үш жағдайда босап жатады. Ол бізде мамандығын немесе университетін студент ауыстырған жағдайда. Бұл дегеніміз, мысалы, мамандық ауыстырған кезде, мысалы, маған кеше дайректке жазды бір кісі, мен В074 деген мамандықтың ішінде ГОП қой, получается. ГОП дегеніміз ол білім беру бағдарламалар тобы деп аталады. Яғни біз негізі грантқа сол топқа түсеміз, ГОПқа түсеміз. Соның ішінен университетке барған кезде арнайы топтарға бөлініп кетеміз. Ол топтарды біз мамандықтар деп атаймыз. Кеше маған бір кісі жазып жатыр, менде В074 деген сол ГОП сақталады, бірақ мен соның ішінде басқа мамандыққа ауысқым келеді дейді. Ондай жағдайда бізде грант сақталады. Главное, код өзгермеу керек. Осы нәрсені мән берсеңдер. Мысалы, например, сіздің балаңыз болуы мүмкін, бір мамандықты таңдады, бір ГОПқа, грантқа түсті, бірақ соның ішіндегі мамандығы оған ұнамай жатса, онда сол топтардың арасында ол грантты сақтап ауысып жүре алады. Яғни, главное бұл жерде ГОП, білім беру бағдарламалар тобының коды өзгермеу керек. Осылай. Сіз өзгерте аласыз деп мен оған жауап бердім. Бірақ, егер де код өзгерген жағдайда, уже біз мамандықты ауыстыра алмаймыз. То есть грантты сақтап ауыстыра алмаймыз. Ондай жағдайда біз гранттан бас тартуымызға тура келеді. Реально, кейбір студенттерге өзінің мамандығы ұнамайды. Уже бірінші семестрден уже белгілі болады, мен кейінгі 3,5 жылымды бұл мамандықта оқып елестете алмаймын дейтін студенттер болады. Ондай жағдайда сізде екі жол бар. Ол біріншіден, сіз сол мамандығыңызды платный түрде басқа мамандыққа ауыстырып, ана жерде айтады ғой, айырмашылығы бар пәндер бар ғой, сол пәндердің жаңағыдай несін төлеп, ақшасын төлеп, сіз екінші семестрде уже басқа мамандыққа ауыса аласыз, бірақ грантсыз. Екінші жолы бар, сіз қайтадан ОБД тапсырып, келесі жыл мысалы жазда, сосын қайтадан бірінші курсқа грантпен түсе аласыз қалаған мамандығыңызға деген сияқты. Бұл жерде бір риск бар, оны білесіз, грантқа түсуіңіз де мүмкін, немесе түспеуіңіз де мүмкін деген сияқты. 100% грантқа түсіп кете аласыз деген жаңағыдай нәрсе жоқ. Ол жерде де конкурс жүретінін ұмытпаңыз, иә. Осылай. Сосын университетін ауыстырған жағдайда дегенде, ол кейбір, мысалы, солтүстік жаққа грантқа түскен балалар болады, бірақ ол жақтың климаты өзгеріп, жаңағыдай климат ол баланың денсаулығына жарамауы мүмкін деген сияқты. Денсаулық жағдайына байланысты, отбасы жағдайына байланысты, қызым, балам, біз сені сағындық, алыста оқымай-ақ қой, кел өзіміздің қаламызда оқи ғой, ақшасын болса да біз өзіміз төлейміз дейтін мысалы ата-аналар болады деген сияқты. Ондай жағдайда, яғни бала солтүстіктен оңтүстікке ауысып, мысалы, особенно мысалы солтүстікке бөлінетін гранттар, бізде олар серпін, педквота деген сияқты гранттар, ал ондай гранттар бойынша біз университет ауыстыра алмаймыз. Өйткені ол университеттің өзіне бөлінетін грант болғандықтан, яғни ол грантты босатуына тура келеді. Сондықтан гранттан бас тартып, былай платныйға ақылы негізге ауысып жатады балалар. Осындай жағдайда бізде жаңағыдай гранттар босайды. Университет ауыстыратын жағдай, ол который тегін түрде грант сақтай отырып университет ауыстырудың бір ғана жолы бар. Ол бізде жалпы грант болған жағдайда. Ауылдық квота болсын, болмасын, жалпы университетіңізді ауыстырып жүре аласыз. Бірақ басқа гранттар бойынша сіз никак өзіңіздің университетіңізді грантпен ауыстыра алмайсыз. Гранттан бас тартуыңызға тура келеді. Осындай жағдай, бұл министерство бекіткен кәдімгі ереже. Менің дәл қазір айтып жатқан ақпараттарымның барлығы ол ауадан судан алған ақпараттар емес, министерство бекітіп қойған заң жүзіне негізделген ақпараттар болып табылады.
осылай. Сосын екінші жағдай бар, ол бізде студент шетелге түскен жағдайда. Негізі мынандай болады, көп талапкерлерден байқаймын, шетелге түскісі келіп, бірақ шетелге түсе алмай қалады. Сосын ұбт тапсырады да, ұбт нормальный балл жинап, әйтеуір бір мамандыққа деп университетке түсіп алады да, келесі жылы мен тағы да шетелге түсемін, шетелге тапсырып көремін. Егер де түсіп жатсам, онда мен мынау Қазақстандағы грантымнан бас тартқанда шетелге ауысып кете саламын дейді да. Яғни сол 11-ші сыныптағы өзінің шансынан айырылып қалғандықтан, яғни шетелге түсе алмағандықтан, келесі жылы тағы да шетелге тапсырып түскен жағдайда ол Қазақстандағы грантынан бас тарта салады. Осындай. Бұны негізі біздің министерствомыз тоже просто құралақан қарап тұрған жоқ. Бұл нәрселердің барлығын біледі, айдан айқын. Сондықтан бұл жағдайға да, бұндай кейстарға да негізі қарастырып жатыр. Ол жағын, яғни сол оқыған бір жылдық оқуының өтемақысын төлеу керек деген сияқты қарастырып жатыр негізі. Бірақ бұл жерде главный грант босайды. Осындай жағдай, бұл екінші жағдай. Сосын үшінші жағдай, ол бізде денсаулығына байланысты жағдай ғой. Оқушы барған қаласында денсаулығы күрт нашарлап кетті. Мүмкін қаладағы климат, сол өңірдің климаты ұнамады деген сияқты. То же самое отбасылық жағдай деген сияқты. Сондай жағдайда просто бала гранттан бас тартып, мүлдем оқуға жарамсыз болып қалуы мүмкін деген сияқты. Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, адамның басына салмасын. Сондай жағдайда уже гранттан бас тартып, грант босап жатады. Яғни осы үш жағдайда грант босайды. Сол кезде бұл грант қайтадан министерствоға берілмей, университеттің көлемінде платный основада ақылы бөлімде оқып жатқан балалардың арасында конкурс жүріп, сол балалардың біреуіне бұйыратын болады. Бұл гранттарды біз вакантты гранттар деп атаймыз. Вакантты гранттар, яғни бос қалған гранттар, университетте босап жатқан гранттар. Бұны негізі университеттер өте сирек хабарлайды, негізі хабарлай бермейді. Көбіне өздерінің официальный сайттары болады. Google-ға жазсаңыздар болады, мысалы enu.kz, kazno.kz деп жазсаңыздар болады. Сол жерде вакантты гранттар туралы жариялап жатады. Көбіне ол әр семестрдің соңына таман солай әр факультеттен, мамандықтардан босап қалған гранттар осы вакантты гранттар деп аталады. Және де бұл вакантты гранттарға қай уақытта біз өтініш бере аламыз? Әр семестрден кейін өтініш бере аламыз. Міндетті түрде желательно, негізі айтарым, ертерек өтініш берген дұрыс. Яғни сіздің транскриптіңіз шықты, яғни транскрипт деген сөз GPA балыңыз бар ғой. Яғни сіздің бағаларыңыздың топтамасы ғой, былай қарасаңыз. Балдарыңыздың топтамасы жинақталған сондай бір құжат бар. Сол сіздің патонусыңызда немесе Sirius деп атайды, әрбір университеттің өзінің бір сондай платформасы болады, балалардың бағасы жарияланады. Сол платформадан сіз өзіңіздің транскриптіңізді ала аласыз. Сол транскриптіңізді алып, там сразу өтініш берсеңіз болады вакантты гранттарға. Ол үшін не істейсіз? Деканатқа барасыз, немесе студентский отдел деп атайды, студенттік бөлім. Сол жаққа барып өтініш қалдырсаңыз болады. Негізі университеттер көбіне бұны хабарлай бермейді дегенде, сайтында хабарлайды, конечно, бірақ оны реально ізденіп сондай студенттер ғана байқап, сөйтіп өтініш беріп жатады. Негізі прям деканатыңыздан уточнить етіп, сіз де ақылы бөлімде болсаңыз өтініш беріп көріңіз. Бұл негізі нақты ереже, кәдімгідей министерство бекіткен. Әр вакантты грант бөлінген кезде, яғни босап жатқан гранттар болған кезде, міндетті түрде платныйдағы ақылыда оқитын балаларға жаңағыдай конкурс ұйымдастырылады. Ал енді бұл грантты иелену үшін, грантқа ауысу үшін бізде қандай критерийлер болу керек деген сөзді мен бұны рилстада айтып өттім, бірақ осыны толыққанды осы жерде тағы да сіздерге айтып өтейін. Жалпы негізі әрине жақсы оқуыңыз керек. Ол бірінші критерий. Желательно GPA-іңіз жаңа айтқандай 100-ден 75 балл болу керек қой, как минимум 100-ден 75 балл болу керек, әрбір пәннен минимум бұл. Сосын одан кейін желательно активист болғаныңыз жөн. Егер де мысалы жақсы оқып, повышкада ілініп жүрген, повышка деген сөз барлығы 5 болып жатқан бала болсын, сонда супер. Сіздің прям грантқа ауысу мүмкіндігіңіз жоғары деген сөз. Одан кейін желательно бұған плюс добавок активист болғаныңыз жөн. Негізі университеттер өзінің активист болатын сондай студенттерін ерекше бағалайды. Ол үшін бір клубты ұйымдастырып, бір клубтың басшысы болып жатсаңыз, онда вообще күшті. Өйткені сіз кәдімгідей ана жерде заведующий, завкафедрой дейді ғой. Завкафедрайдың орынбасарымен сіздер прямой жұмыс жасайсыз, солай студенттерге жауап беретін кафедраның да. И бұл жағдай сіздің грантқа ауысу мүмкіндігіңізді жоғарылатады. Яғни университеттер өздерінің активный балаларына жаңағыдай мүмкіндігінше жақсылап
жағдайлар жасайды. Кейбір университеттер даже стипендия бөледі да, мысалы. Сондай активный балалар үшін грант қарастырылады. Мүмкін ректорлық гранттар да бөліп жатады кейде, өзінің университетінің ішкі гранттары деген сияқты. Осылай. Сосын қазір ректорлық гранттар туралы да айтамын соңында. Сосын F деген баға болмау керек. F дегеніміз ол бізде 2 деген сөз. 2 болды деген сөз, сіз летоға қалдыңыз деген сөз. Яғни бала, студент 2 алды ма, ол ертең жазғы семестрде, яғни басқа студенттер демалып жатқан кезде сіз жүріп, именно 2 алып қалған пәніңіз бойынша отработка жасайсыз. Сол пән бойынша қайта оқып, сізге арнайы мұғалім тағайындалады. Сол мұғалімге қайта жаңағыдай сессиядан өтіп, емтихан тапсырып, сосын өзіңіздің балыңызды көтеруіңіз қажет болады F деген бағадан. Ол еще просто так сіз тегін оқымайсыз, оған еще ақша төлейсіз да. Сондықтан 2-лік деген баға болмау керек. Бұндай жағдайда сіз жалпы грант болса да университетіңізді ауыстыра алмайсыз F деген жағдайда. Мүлдем ауыстыра алмайсыз университетіңізді, өйткені сіз университетке қарыз болып тұрсыз, былай қарасаңыз. Және де сіз грантқа да ауыса алмайсыз, өкінішке орай. Осылай. Сосын міндетті түрде өтініш беруді ұмытпаңыз, және де желательно ертерек. Бұл жерде, яғни әр семестр біткен кезде деканатыңызға барып, өтініш қалдырасыз, мен вакантты гранттарға өтініш қалдырғым келеді деп, өтініш әр университеттің өзінде әртүрлі өтініштер болады, университет оны сізге береді. Ол түсінікті, вакантты гранттар десеңіз, ол университетте деканатта отқан сіздің жаңағы сотрудниктер оны түсінеді, сізге өтінішті береді, сол бойынша өтінішті қалдырып кетсеңіз болады. Сосын студентский отделге де барып өзіңіздің өтінішіңізді қалдырсаңыз болады. Сосын одан кейін ректорлық гранттар бар. Ректорлық гранттар деген сол бізде ішкі гранттар. Ол уже бізде бір семестр бітті ғой, бітіп жатыр ғой бір семестр. Содан кейін уже шығып бастайды ректорлық гранттар. И одан бөлек 11-ші сыныптарға да арналған бұл ішкі гранттар. Арнайы бұл ректорлық гранттардың негізгі мақсаты әрине 11-ші сыныптар үшін маркетинг, реклама үшін. Яғни сіз университет бекіткен арнайы экзаменнен өтіп, өздерінің бекіткен арнайы критериялары болады, содан өтсеңіз, жаңағыдай олардың алдын ала ректорлық ішкі гранттарына иелене аласыз, иегері бола аласыз. Ол дегенім сіз ұбт тапсырмай-ақ сізде уже қолыңызда грант бар деген сөз. Яғни ертең ұбт тапсырар кезде де өзіңізге сенімді боласыз. Бұл менің жаңағыдай екінші вариантым деп. Яғни ректорлық грантты мен ұтып алдым деп, ұбт тапсырмай қоюды да мен вариант ретінде санамаймын. Неге? Себебі ректорлық грантта бізде стипендия жоқ, оны білесіз. Ол бізде чисто сіздің кейбір университеттер 3 жылға беруі мүмкін, кейбір университеттер 1 жылға беруі мүмкін, кейбір университеттер 4 жылға да беруі мүмкін деген сияқты. Сондықтан бұл жерде мен айтарым, мемлекеттік грантқа да таласып көріңіз конкурсқа, мүмкін сіздің бағыңыз жанып кетер деген сияқты. Бұл сізге жаңағыдай екінші бір вариант болып тұрады, Б вариант деген сияқты. Осылай. Бұл 11-ші сыныптарға да, 11-ші сыныпқа арналады в основном негізі. Оны кәдімгі өзімнің телеграм каналымда және де осылай YouTube каналымда да сіздерге бөлісіп отыратын боламын. Осылай. Жалпы ректорлық гранттың стипендиясы жоқ, оны ескеріңіздер, бірақ жаңағыдай өзіңіздің қалаған мамандығыңызда грантта оқуға мүмкіндігіңіз бар. Осылай. Жалпы негізі вакантты гранттар, ректорлық гранттар туралы осы жағдай. Ректорлық гранттар шығып жатса, тоже жариялап отырамын. Кейбір университеттер, мектептерге барып, частный мектеп болсын, мемлекеттік мектеп болсын, барып хабарлап жатады. Ал негізі в основном барлық университеттер туралы Instagram сторисімда, жаңағыдай TikTokта да тоже хабарлап отыратын боламын. Жазылып алыңыздар. Осылай пайдалы болсын, және де осылай ақылы оқитын студенттерге 11-ші сыныптың оқушыларына бөлісіп қойыңыздар. Көрсін, әрбір қазағым грантта оқысын. Ақылда оқу деген ол соңғы вариант емес. Грантқа түсуге әбден мүмкіндігіңіз бар. Бірінші курстың 2-ші семестрінен уже грантқа ауысып кетуіңіз де мүмкін. 4-ші курстың жаңағыдай 1-ші семестрінен кейін де грантқа ауысып, бір семестрде хотя бы грантта оқуыңызға болады. Шектеу жоқ, өзіңізді шектемеңіз. Барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.